Қайырлы күн оқырмандар, сіздерге бүгін балалық шақты еске түсіретін варенье қосылған тәтті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Бәлішіміз жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ол үшін үкіштен өткізілген ұнымызға қант, қопсытқыш, жұмыртқа, қаймақ және майымызды қосып, қолымызбен араластырамыз. Міне осылай жақсылап біріккеннен кейін қамырымызды екіге бөліп, салафанға салып, 15-20 минутке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін үйде бар вареньемен жасаймыз. Менде қарақат вареньесі. Оған бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді уақыты келген қамырымызды алып, үстіне ұн сеуіп, жая бастаймыз. Кейін формамызды аламыз. Менде 28 диаметрлік форма. Оған пергамент қағазын төсеп, май жақпаймыз. Өйткені қамырымыз үгілмелі болғандықтан майды қажет етпейді. Осылай әдемілеп жайғастырдық. Енді шаңышқының көмегімен қамырымыз көтеріліп кетпес үшін арасынан осындай тесіктер жасаймыз. Кейін үстіне салмамызды құямыз. Енді екінші жақ қамырымызды алып, үстіне ұн сеуіп жаямыз. Енді осылай кескішпен турап, лента тәріздес ұзыншалар жасап, жаңағы бәліштің үстін бір-бірден алып, жауып шығамыз. Қалған қамырымыздан еріктеріңізге қарай гүл немесе басқа да фигуралар жасап әсемдеуге болады. Енді қызып тұрған 180 градус пешімізде 30-35 минут пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.